Елімізде 2022 жылдың 1 наурызынан бастап жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңы қолданысқа енді. Осының негізінде жануарларды қатыгездіктен қорғай отырып, оларды ұстау кезінде де жануардың өліміне, мертігуіне немесе денсаулығына өзге де зиян келтіруге әкелуі мүмкін күш қолдану әрекеттеріне тыйым салынған. Десе де қаңғыбас ит мысықтардан таралатын жұқпалы аурулардың алдын алу жұмыстары маңызды екендігін ескерсек, Шымкент қаласында ветеринария саласының мамандары ауланған ит мысықтарды арнайы оқшаулау орнына жеткізеді. Қала шетінде орналасқан бұл орын 2023 жыл салынса, мұнда жеткізілген ит мысықтарға залалсыздандыру жүргізіліп, стерилизация, вакцина егу, чиптеу жұмыстары жүргізіледі. Ал осы бір маңызды жұмыстарды Шымкент қаласының ветеринариялық қызмет мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының қызметкерлері жүзеге асыруда. Осылай деген мекеме басшысының уақытша міндетін атқарушы Ахметов Ерсін Келесбайұлының айтуынша, жыл басынан бері қала аумағы бойынша 24 мың басқа жуық қаңғыбас ит мысықтар ауланып, арнайы оқшаулау орнына жеткізілген. Шымкент қаласында жыл басынан бері 24 мың бас қаңғыбас иттер ауланып, оқшаулау орталығына жеткізілді. Ол жерде 6 санитар мамандар сменмен істейді, 3 сменмен істейді, 18 маман жұмыс атқарады. Техникалармен, құрал жабдықтармен барлығы қамтылған, ветеринариялық санитариялық талаптарға сәйкес жұмыстар атқарылуда. Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң аясында жұмыстар атқарылуда. Ешқандай жануарларға зиян келтірмей, петля құрылғысымен аулап, уақытша оқшаулау орталығына питомник деп атаймыз, ол питомникке жеткізілуде. Аулап алып барған қаңғыбас ит мысықтар уақытылы тамағын беріледі, суын беріледі, асы тазаланады. Сол жердегі санитар мамандарымыз толығымен заң аясында жұмыстарын атқарып жатыр. Дәл қазір 650-700-ге жақын иттер уақытша оқшаулау орталығында бар. Жалпы қаңғыбас ит мысықтар көптеген жұқпалы аурулардың тасымалдаушысы болып табылады. Оның ішінде аса қауіптісі құтыру ауруы болса, міне осының алдын алуда нақ осындай оқшаулау орнында жасалатын ветеринариялық шаралардың маңызы зор. Сондықтан ветеринариялық қызмет мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының мамандары тұрғындардан келіп түскен қоңыраулар бойынша қаңғыбас ит мысықтарды аулап, оқшаулау орнына жеткізуді тұрақты түрде жүзеге асырады. Біздің мекемеге 450505, 450522 немесе 109 телефонына өтінім қалдырсаңыздар болады. Біздің 6 бригада жұмыс жасап жатыр. Қала тұрғындарына айтарым, өздеріңіздің иттеріңізге, жануарларыңызға, жалпы жануарларыңызға жауапкершілікпен қарап, уақытылы құжаттамалық рәсімдер өз атына рәсімдеулерін сұраймыз. Сонымен қатар уақытылы аса қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы вакцинация, екпе егу жұмыстарын уақытылы жүргізулеріңізді сұраймыз. Жыл басынан бері 70-ге жуық иттер кастрация жұмыстары жүргізілді. Алдағы уақытта тағы да кастрация, стерилизация жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Эпизоотиялық жағдайдың тұрақтылығы және мал шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуетінің артуы адам өміріне қауіпсіз өнім өндіруді қамтамасыз ететін ветеринария саласымен тығыз байланысты. Жануарлар мен адамға ортақ жұқпалы аурулардың алдын алуда және оны емдеуде орасан зор бейнет ветеринар мамандардың қажырлы еңбек екендігі белгілі. Міне осыны ескерген Шымкент қаласы әкімдігінің қолдауымен ветеринариялық қызмет мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны су жаңа 13 техникамен толығып отыр. Бұл өз кезегінде маңызды қызмет атқаратын сала мамандарының жұмысын оңтайландыруға оң әсерін тигізбек. Шымкент қаласы бойынша бізге 13 автокөлік келді. Оның 8-і пикап, 5 автокөлігіміз газель автокөліктері беріліп жатыр. Қазір құжаттамалық рәсімдері дайындалу үстінде. Қала әкімдігіне алғысымыз айтамыз. Соған қарасты мекемелерге алғысымыз айтамыз, басқармаға алғысымыз айтамыз. Бізге аса қажет еді. Уже бізде 2014 жылдары автокөліктер алынған. Қазіргі таңда олардың біраз дерлік жұмысқа жарамсыз болды, ремонтталып жатыр. Енді ремонттай бергеннен жаңа автокөлік алғанымыз дұрыс болды. Шымкент қаласының ветеринариялық қызмет мекемесі жылына 2 мәрте келелерге қарсы өңдеу шараларында жүйелі түрде жүзеге асырып келеді. Осылай деген сала мамандары қаламызда эпизоотиялық жағдайдың тұрақты екендігін айтады. Ең бастысы соңғы 5-6 жыл көлемінде аса жұқпалы аурулар тіркелмеген. Ал бұл ветеринария саласы мамандарының еселі еңбектерінің нәтижесі. Қора жерлермен жақсарлас аумақтарға, сондай-ақ буферлік аймақтарға, уақ малдарды тоғытуға, ірі қара малдарды бірігу жұмыстарына, саябақтар мен гүлзарларға жалпы 71 миллион теңге қаралған. Ол жылына 2 рет жұмыс жүргізіледі. 18 маманмен қамтылған 6 автокөлік жұмыс жасайды. Барлығына дерлік құрал жабдықтарымен, киім-кешектермен барлығы
қамтылған. Шымкент қаласында эпизоотиялық ахуал тұрақты. Соңғы 5-6 жыл деп айтсақ болады, аса қауіпті аурулар тіркелген жоқ.